Сәлем достар, Deutsch mit Айжан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз неміс тіліндегі етістіктердің көпше түрдің екінші жағында, яғни ия есімдігімен қалай жіктелетінін үйренеміз. Алдымен ия сөзінің мағынасын еске түсірейік. Ия қазақша сендер дегенді білдіреді. Айтылуы ия, яғни сөз соңындағы ер дыбысы анық естілмейді. Бірінші мысал лебен етістігі. Ол өмір сүру деген мағынаны береді. Бұл дәл қазір лебен етістігі өзінің бастапқы формасында тұр, инфинитив формасында, оның жалғауы ин. Лебен етістігін көпше түрдің екінші жағында жіктеген кезде бірінші есімдікті жазамыз ия, одан кейін леп етістіктің түбірі, оған біз т жалғауын жалғаймыз. Сол кезде нәтижесінде ия лепт болады. Ия лепт сендер өмір сүресіңдер деген мағынаны береді. Ия лепт ин Қазақстан. Сендер Қазақстанда өмір сүресіңдер. Ия лепт ин Берлин. Сендер Берлинда өмір сүріп жатырсыңдар дегенде біз осы сөз тіркесін қолданамыз. Келесі мысал фраген етістігі. Ол сұрау деген мағынаны береді. Енді ия етістігімен жіктегенде ия фраг плюс т. Нәтижесінде ия фрагт болады. Ия фрагт. Қазақшасы сендер сұрайсыңдар. Келесі мысал зухын етістігі. Ол іздеу деген мағынаны береді. Жіктелген кезде ия зух түбірі оған т жалғанып ия зухт болады. Ия зухт ол сендер іздейсіңдер. Сендер іздейсіңдер деген мағынаны береді. Енді қарап отырсаңыздар, яғни нәтижесінде т жалғауы етістікке жалғанады, неміс тілінде, ал қазақ тіліндегі баламасы міне сүресіңдер, дер жалғауы жалғанды, немісшесінде т жалғауы көпше түрдің екінші жағында, қазақшасында дар, дер, дар деген жалғаулар қазақшасындағы баламасы болып табылады. Сендер өмір сүресіңдер, ол ия лепт, сендер сұрайсыңдар, ия фрагт, сендер іздейсіңдер, оның немісшесі ия зухт. Келесі мысал гейен етістігі. Жіктелген кезде ия гейт. Ия гейт ол сендер барасыңдар. Сендер барасыңдар. Сонымен етістік бастапқы формасында тұрғанда гейене бару. ин жалғаумен аяқталып тұр. Жіктелген кезде ия гейт сендер барасыңдар. Келесі мысал коммен етістігі. Ол келу деген мағынаны береді. Қазір бастапқы формасында тұр. Енді көпше түрдің екінші жағында жіктеген кезде бірінші есімдікті жазып аламыз. Ия есімдігі сендер. Ком түбірі оған т жалғауы жалғанады. Сонда ия комт. Ия комт. Бұл қазақшасында сендер келесіңдер. Сендер келесіңдер. Бастапқы формасында ен жалғауы, көпше түрде т жалғауы жалғанады. Қазақшасында бастапқы формасында келу болса, көпше түрдің екінші жағында келесіңдер. Келесіңдер, дер деген жалғау жалғанып тұр. Келесі етістік шрайбен етістігі. Ол жазу деген мағынаны береді. Жіктелген кезде ия шрайбы түбірі, оған т жалғаймыз, ия шрайбт болады. Ол сендер жазасыңдар. Сендер жазасыңдар деп қазақшасында жіктеледі. Немісшесінде ия шрайбт. Ендігі етістік кауфен етістігі, сатып алу деген мағынаны береді. Ия кауф түбірі, оған т жалғанып ия кауфт болады. Ол ақша баламасы сендер
сатып аласыңдар. Ендігі етістік загын етістігі, ол айту дегенді білдіреді. Жіктелген кезде ия зак түбірі, оған т жалғанады, ия закт болады. Қазақша баламасы сендер айтасыңдар, сендер айтасыңдар. Келесі етістік тринкен етістігі, ол ішу дегенді білдіреді. Жіктеген кезде ия тринк түбірі, оған т жалғауын жалғаймыз. Ия тринкт. Ия тринкт, ол өздеріңізде алдын ала біліп отырған боларсыздар. Сендер ішесіңдер, сендер ішесіңдер. Яғни бастапқы формасы ішу деген форма, ол тринкен. ин жалғауы бар. Жіктеген кезде ия тринк түбірі, ин жалғауын алып тастаймыз да, оның орнына т жалғауын қосамыз. Сол кезде сендер ішесіңдер деген қазақша сөздің баламасын аламыз. Иер тринкт. Одан кейінгі мысал шпилен. Мысалы, ойнау дегенді білдіреді. Жіктеген кезде ия шпил түбірі, оған т жалғауын жайғарамыз. Қазақшасы сендер ойнайсыңдар, сендер ойнайсыңдар. Ендігі мысал хөрін етістігі, ол тыңдау деген мағынаны береді. Жіктеген кезде ия хөр түбірі, иенді алып тастаймыз, сосын т жалғауын жалғаймыз. Ия хөрт. Сендер тыңдайсыңдар, сендер тыңдайсыңдар деген мағынаны береді. Ия хөрт. Ендігі етістік швиммен етістігі, ол жүзу деген мағынаны береді. Бастапқы формасында тұрдар қазір. Енді жіктеген кезде ия есімдігін жазып аламыз. Сосын швим түбірі, иенді алып тастаймыз жалғауды, оның орнына т жалғауын жалғаймыз. Сол кезде ия швимт болады. Бұл сендер жүзесіңдер деген қазақша тіркестің немісше баламасы ия швимт. Келесі етістік коқын етістігі, ол тамақ пісіру деген мағынаны береді. Жіктеген кезде ия коқ түбірі, оған т жалғауын жалғаймыз. Нәтижесінде ия коқт болады. Ия коқт, ол сендер тамақ пісіресіңдер деген мағынаны береді. Сендер тамақ пісіресіңдер. Одан кейінгі мысал бегенен етістігі, ол бастау дегенді білдіреді. Ия бегин түбірі, оған т жалғауын жалғаймыз. Ия бегинт болып жіктеледі. Оның қазақша баламасы сендер бастайсыңдар, сендер бастайсыңдар. Одан кейінгі мысал зинген етістігі, ол ән айту, әндету дегенді білдіреді. Ия зингт болып жіктеледі. Сендер әндетесіңдер деп аударылады. Сендер әндетесіңдер. Иер зингт. Және соңғы етістік learn етістігі, ол үйрену деген мағынаны береді. Жіктеген кезде ия есімдігін жазып аламыз. Оның жанына learn түбірін алып келеміз. Ин жалғауын алып тастаймыз. Осы түбірдің жанына т жалғауын жалғағанда ия learned болып жіктеледі. Ия learned, оның қазақша баламасы сендер үйренесіңдер. Сендер үйренесіңдер. Сонымен learn үйрену, ин жалғауы бар ол жерде. Біз жіктеген кезде осы ин жалғауын алып тастаймыз да, түбірін ия есімдігін жанына алып келеміз. Ия learn, т жалғауын жалғаймыз. Екінші жақта, көпше түрдің екінші жағында т жалғауын жалғаймыз. Сонда сендер үйренесіңдер болады, қазақша баламасы. Мысалы, ия learned Deutsch. Сендер неміс тілін үйренесіңдер. Сендер неміс тілін үйреніп жатырсыңдар дегенде ия learned Deutsch деп сөйлем құрауға болады. Енді бүгін жіктеген барлық етістіктерді бір қайталап шығайық. Ия lebt,
Ihr fragt, ihr sucht, ihr geht, ihr kommt, ihr schreibt, ihr kauft, ihr sagt, ihr trinkt, ihr spielt, ihr hört, ihr schwimmt, ihr kocht, ihr singt, ihr beginnt, ihr lernt. Міне достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Біз келесі сабақта етістіктердің көпше түрдің үшінші жағында қалай жіктелетінін үйренеміз. Егер сабақ пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Tschüss, bis bald!